Құрметті оқушылар, олай болса біз Адай күйінің 4-ші бөлімін бүгін жалғастырамыз. 4-ші бөлім басталмастан бұрын біз 4-ші бөлімге дейін алғашындағы 1-ші бөлімді қайталап, әрі қарай 4-ші бөлімге өтеміз. Яғни сағадан кейін 3-ші бөлімнен кейін қайтадан 1-ші бөлім орындалады, одан кейін 4-ші бөлім басқаша бір әуен орындалады. Олай болса сағадан шықтық, біз алдыңғы сабақта енді әрі қарай жүремін. Қазір 1-ші бөлім қайталанады. 7-ші пернеге қоямыз. Біз бұны өткен болатынбыз. Осы жерге дейін біз алдыңғы буынды қайталадық, әрі қарай міне 4-ші бөлім жүреді. Бастырмамызды 7-ші пернеге, соқ саусағымызды 5-ші пернеге қоямыз. 5, 7, 9 деген қазір кезекпен пернелер басылады. Содан кейін бастырмамыз 8-ші пернеге жылжиды және 10-ші пернеге 4-ші саусағымыз қойылады. Ол былай. Түсінікті болмаса тағы да. Тұрамыз осында. Енді 3-ші саусағымызбен 10-ші пернені басамыз. Тағы да қайталанады. Дәл солай, тек 7-ші пернеге 1-ші саусағымызды қоямыз. 2 рет. Енді 8-ші пернеге 1-ші саусақпен жылжимыз. Ары қарай. Жетінші перне, 8-ші. Қайта ойнап жүрейін. 7-ші перне. Енді ашық шек. 8-ді басына басамыз. Енді жылжимыз бір перне жоғары. 9 және 7. 10 жылжимыз. 2 рет болады. Жетінші перне, 2-ші саусақпен 2 рет болды. Енді 5, 1-ші саусақпен 5, 10, 9, 2-ші саусақпен 7-ші перне. 5, 5, 7, 5, 7. Алма кезек болды қағыз. Ары қарай.
бұл буын бізге таныс, иә? Бұны өткенбіз біз. Қайталанып жатыр. Осылай адай күйі толығымен аяқталды. Құрметті оқушылар, көбірек дайындалыңыздар. Осы видео нұсқаны түсінбеген жерлеріңізді артқа айналдырып қайта қарасаңыздар, бәрі түсінікті болады деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарияға сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Біз әрқайсыңызға жеке жауап беруге тырысамыз.